Assalamualaikum dostlar. Короче, бүгін біздер деген 5 топ әдемі тәсілдерді көрсетем. Қазір деген әдемі, короче. Бірінші тәсіл осы починоктағы екі этаждыға. Міне. Қараңыздар, короче. Сіз былайынан тұрсызда, мына жақтан адам сізді күтіп тұр, короче, былайынан. Міне былай күтіп тұр да ол, мысалы, мылтығын ұстап, былай күтіп тұр сізді. Ал сіз болса, былай барсаңыз өліп қаласыздар. Негізі былай қараңыздар, былай тұрасыздар да. Міне былай тұрасыздар, мына жақтан дәлдеп астаңыздар, оның басы көрініп тұрады, короче. Ал екінші тәсілге кеттік. Тағы да осы жерде, міне мысалы, бір адам сізді мына жақта атып тұр да, мына жаққа ше. Ал сіз ана жерде тұрсаңыз, міне былай атуға болады. Былай бағасыздар дағы. Міне сіз мына жақта тұрып былай атып атсыз да, сіз мына жақтан басыңызға тигізеді. Міне мына жақтан да атып атсаң басыңа тигізеді. Міне былай ату керек. Бүйтіп дәлдеп, міне осы бұрыштан. Міне. И тағы мына жақтан да атуға болады. Міне мына бұрыштан. Көрдіңіз бе? Ал үшінші тәсілге кет. Ал енді достар, біз үшінші тәсілге де кеп қалдық. Үшінші тәсіл Уймасаки мен Катулицинаның ортасындағы осы дәу не? Короче, осы дәу бір әлемнің атын білмеймін. Комментке жазып кетіңіздер атын. Міне мына шетте, мысалы сізді адам күтіп жатыр да мына шетте. Ал сіз оны өлтіруіңіз керек та. Короче, оны бүйтесіздер. Мына жаққа жатасыздар да, аяқ көрініп тұрады, аяғынан атып атсайсыздар, ол нулевый болғанда бұрын кетіп атсайсыздар, болды. Ал біз төртінші тәсілімізге кеттік. Ал енді достар, біздің төртінші тәсіліміз мына шетте гранатамен байланысты. Мысалы мына шетте, короче, бүйтіп атырады да, көбінесе бүйтіп кетеді. Міне былай адамдар жүгіріп кетеді да, стенк қояды да, мына жаққа мініп кетеді. Ал олар мінбес үшін бүйтеміз. Мына жаққа келеміз да, бүйтіп гранатаны дайындап тұрамыз да, мына жаққа келіп тұратын адамдарды бүйтіп лақтырып қоямыз. Баң етіп оларды жатқызамыз да, сразу мына беттен кіреміз дағы, мына беттен жүгіреміз дағы, барамыз дағы, бүйтеміз да, құтқарып жатқан кезде тақ етеміз да, сосын тақ ете саламыз, болды. Осымен кеттік бесінші тәсілге. Короче, достар, біздің бесінші тәсілімізде осы клоктер картасымен байланысты, және ол тәсілді істеу үшін бізге бір-ақ қана стенк керек. Мына шетте бүйтіп атырады, мына шетке стенк қоямыз да, и сразу стенкіні қарсыластар байқамау үшін сразу стенкіға барамыз да, жүгіреміз, екінші этажға мінеміз да, мына беттен келеміз да, былай секіреміз да, и былай секіреміз, и сосын былай мініп кетеміз да, сосын ана жақта қарсы достарымызға көмектесін, ана жақта тұрған қарсыластың басынан атамыз, құлатамыз. Сосын оңай бұяқ алып ұтып кетесіздер. Осымен бүгінгі видео бітті. Сау болыңдар, давайте.